Barchangizga salom. Bugun sухарики dayondaymiz. Eng алдымен нанымызды ұсақтап төртбұрыштап турап аламыз. Кез келген наннан немесе желінбей қалған наннан жасасаңыздар да болады. Мен өзім көбінесе желінбей қалған наннан жасаймын. Нанымызды турап болған соң ыдысымызға салып, пешке 5 минутқа кептіріп аламыз. Нанымыз кепкенше біз соусымызды дайындаймыз. Соусымызды ең алдымен өсімдік майын, тұзымызды және горчицамызды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Соусымыз дайын болған соң бір пакет аламыз, таза пакет. Соның ішіне соусымызды құйып, жайып шығамыз. Сосын осы соусымыздың үстіне нандарымызды саламыз. Видеодағыдай ауа кіргізіп, ішіне араластырамыз. Осылай ұзақ араластырыңыздар, сонда соусымыз барлығына біркелкі барады. Араластырып болған соң қайтадан ыдысымызға салып, пешімізге 180 градусқа 20 минутқа қалдырамыз. Осымен сухарикimiz дайын, кирешки дәмдес болады. Кирешки сатып алмай, осы сухарикиді жасасаңыздар да болады. Өте дәмді, тез әрі оңай. Ас болсын.